Сәлеметсіз бе? Бүгінгі тақырып жұмыс және энергия. Жұмыс термині физика ғылымына 1826 жылы француз ғалымы Понселе енгізілген. Жұмыс және механикалық жұмыс терминдерінің арасындағы айырмашылық: механикалық жұмыс кезінде дене міндетті түрде қандай да бір күштің әсерінен орын ауыстыру қажет. Ал егер дене орын ауыстырылмаса, жұмыс атқарылмайды. Жұмыс әріпімен белгілейді. Өлшем бірлігі джоуль. Джоульмен өлшенеді. Ол жұмыс тең F көбейтілген S-қа косинус альфа. Альфа дегеніміз ол күшпен орын ауыстыру ортасындағы бұрыш. Егер F күші S орын ауыстырса, осы жерге шейін альфа дегеніміз осы жердегі бұрыш. Қандай бір көлбеу жазықтықта. Альфаның мәні: егер бұрыш 0 градустан 90 градусқа шейін болса, онда жұмыстың мәні 10 болады. Егер 90 градусқа тең болса, альфа, онда жұмыс 0-ге тең болады. 90 градустан 180 градусқа шейін болса, жұмыс теріс болады. Егер денеге үйкеліс күші әсер етсе, бұл жағдайда F үйкеліс. Үйкеліс күшпен жүрген жол S арасындағы бұрыш 180 градусқа тең. Альфа тең болады 180 градусқа. Үйкелістің жұмысы және айтқандай теріс болады. Егер денеге ауырлық күш әсер етіп тұр, сол ауырлық күшінің жұмысын тапсақ, ауырлық күшінің жұмысы альфа тең 90 градусқа тең. Ауырлық күшінің жұмысы ауырлықтығы 0-ге тең болады. Ендігі бір денеге бірнеше күш әсер етсе, F, F1, F2, F3 дейік, F4. Осы күштердің әсерінен дене қозғалса, онда күш жұмыс жасайды. Күш жұмыс жасайды. А тең F көбейтілген S. Бұл жердегі F күштердің қосындысына тең болады. Әсер етіп тұрған. Неше күш болса да, сол күштердің қосындысына тең. Дене жұмыс жасаған кезде бір денелер көп жұмыс жасайды, бір денелер аз жұмыс жасайды қозғалыс кезінде. Онда сол жұмыстың шапшаңдылығын қуатпен анықтайды. Қуат N әріпімен белгілейді. Өлшем бірлігі ваттқа тең. Қуат дегеніміз ол бірлік уақыттағы жұмыс. Егер дене бір қалыпты қозғалса, онда істелген қуат А бөлінген Т-ға. А дегеніміз F S Т, S бөлінген Т, ол жылдамдықты береді. Бұл бір қалыпты қозғалыстағы дененің қуатын анықтағанда. Ендігі энергияны қарастырайық. Энергия ол дененің күйін сипаттайтын физикалық скалярлық шама. Механикалық энергия дегеніміз дененің механикалық жұмыс жасай алу қабілеті. Энергияның екі түрі болады: кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Біз бірінші потенциалдық энергияны қарастырайық. Қандай да бір биіктіктен дене құласын. H бір биіктіктен. Бір уақыт құлайды, бір H2 биіктікке түссін. H2. Бұл дене құлаған кезде орын ауыстырады. Денеге ауырлық күші әсер етіп тұр. mg. Ауырлық күшінің әсерінен жұмыс жасайды.
А тең F көбейтілген H дейік. F бізде ол mg-ға тең. H дегеніміз ол орын ауыстыру. H мына ара шықтық. Ол тең H1 алынған H2-ге. Осыдан жұмысқа апарып қойайық формулаға. mg H1 алынған H2. Жақшаны ашқанда mg H1 минус mg H2. Немесе минусты шығарып былай жазуымыз болады. mg H2 минус mg H1-ге. Сонда mgh ол потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия. mgh1. Екінші кездегі нүктедегі энергия mgh2. Сонда бізде жұмыс тең болып тұр. Минус потенциалдық 2, потенциалдық 1-ге. Немесе минус дельта P деп жазуымыз болады. Дене жұмыс жасайды, сол потенциалдық энергиясын айырмасына теңдей. Потенциалдық. Егер дене вертикаль бағытымен қозғалғанда, сонда потенциалдық энергиясы өзгереді. Бірінші нүктеде потенциалдық энергиясы mgh1 болды, ол төмен қарай түсті, энергиясы азайды, сол энергия осы жұмысқа кетті. Ендігі горизонталь бойымен қозғалып батырған қарастырайық. Дене қозғалып батыр, бір v жылдамдықпен. Дене қозғалған кезде жұмыс жасайды. А тең F көбейтілген S дейік. F дегеніміз бізде Ньютонның екінші заңы бойынша ma-ға тең. Жүрген жол S тең ол v квадрат алынған v квадрат нөлевой бөлінген 2a-ға тең. Осыны апарып жұмыстың орнына қойайық. Сонда ma көбейтілген v квадрат алынған v квадрат нөлевой бөлінген 2a-ға. А мен a қысқарып кетеді. М-ді көбейтіп бөлік жазайық. М v квадрат бөлінген 2 минус mv квадрат нөлевой бөлінген 2-ге. Массаны жылдамдықтың квадратына көбейтіп 2-ге бөлген, ол кинетикалық энергия. mv квадрат бөлінген 2, екінші энергия, және кинетикалық бірінші энергия, ол mv квадрат нөлевой бөлінген 2-ге. Сонда жұмыс тең болып тұр. кинетикалық екінші энергия алынған кинетикалық бірінші. Немесе жұмыс ол дельта кинетикалық энергияның айырмасына тең болып тұр. Кинетикалық энергия ол қозғалыс энергиясы. Потенциалдық энергия ол әсерлесу энергиясы. Потенциалдық энергия дене егер бір қандай да бір бұрышпен құласа, мысалы, онда сол потенциалдық энергия және mgh өзгерісіне тең болады. Осы өзгерісі. Ол траекторияға тәуелді емес. Ендігі ары қарай есептерді қарастырайық. Бірінші есептің берілгені. Осы есептің шешу жолын қарастырайық. Бұл есепте беріліп тұр. Машинаның салмағы 1,3 тонна. 10 секундта бастапқы жылдамдығы 0 метр секунд. Үйкеліс коэффициенті μ тең 0,5-ке тең, және жүрген жол тең
жүрген жол 75 метр. Осы істеген жұмысты табуымыз керек. Машина дейік, машинаның тарту күші бар. F тарту. Үйкеліс күші әсер етеді. F үйкеліс. Қарама-қарсы бағытта. Үдеу A. Дененің бастапқы жылдамдығы, машинаның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Бір қандай да уақытта, 10 секундта кейін ол жол жүреді. S. Осында қандай жұмыс жасайтынын анықтауымыз керек. Так, жұмыс дегеніміз F көбейтілген S косинус альфа. Косинус бұл жерде альфа 0-ге тең. Ол косинус 0 градус 1-ге тең. Енді күшті табайық. Күш. Тарту күші. X осымен 10-ға бағытталған. 10-ға бағытталған күштерді плюспен аламыз, қарама-қарсы минуспен. Тарту күші алынған F үйкеліс тең M A-ға тең. Осыдан F тарту тең M A қосылған F үйкеліс. Екінші жағын шығарамыз. F үйкеліс күші ол тең нью N-ға. N ол реакция күші, N жоғары қарай бағытталған, төмен қарай ауыр күш әсер етеді, mg. Дене тек қана X осымен қозғалады, Y осымен қозғалмайды. Сондықтан N тең mg-ға. Осыдан F үйкеліс тең болып тұр нью mg. F-тің формасына келіп қоямыз. Сонда F тарту тең MA қосылған мю mg-ға. Так, осы формулаға апарып қойайық. Онда жұмыс тең болып тұр. A жұмыс тең MA қосылған мю mg көбейтілген бәрі S-ға. Ендігі массының жақсын сыртына шығарып жіберу болады. M көбейтілген S, A қосылған мю G болады. Бізде мына теңдеуде тек қана үдеу белгісіз. Дене бастапқы жылдамдығы 0-ге болғандықтан үдеуді мына формуладан табуға болады. S тең A T квадрат бөлінген 2-ге. Осыдан A тең болып тұр 2S бөлінген T квадратқа. Үдеудің мәніне апарып қойайық орнына. Сонда істеген жұмыс тең MS 2S бөлінген T квадрат қосылған мю G-ға тең болып тұр. Сан мәнін қойып есептесек, онда 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі джоульға тең болады екен. Ол есеп осылай шығарады. Екінші есептің берілгені. Осы есептің шешу жолын қарастырайық. Бұл есепте тасты судан көтеріп жатыр. Тастық жіппен тартып көтеріп жатыр. Бұл кезде тасқа ауырлық күші әсер етеді, mg. Архимед күші әсер етеді, F архимед. Және жіптің тарту күші бар, F тик, F тарту. Сонда жұмысты анықтауымыз керек. Берілген H 5 метрге биіктікке көтеріледі. Судың тығыздығы, судыкі, оның 3 дәрежесі килограмм метр куб. Тастың тығыздығы, тастыкі, 2,5, оның 3 дәрежесі килограмм метр кубқа тең. Көлемі берілген тастың 0,6
метрдің 3 дәрежесі. Бізге табу керек істеген жұмысты. Тасты 5 метр биіктікке көтереді дейік. Сол кездегі жаңа жазық жұмыс тең F көбейтілген H-ға тең. Ендігі қандай күштер әсер ететінін қарастырайық. Y осі жоғары қарай бағытталған деп аламыз. Бастық координатасы жоғары қарай бағытталған денелердің 10 деп аламыз, төмен қарай теріс. Есептің шарты бойынша бұл қозғалыс бір қалыпты V константы. Онда A 0-ге тең болады. Сонда F тарту қосылған F Архимед алынған mg тең 0-ге болады. Осыдан F тарту күші тең болып тұр mg алынған F Архимед. Архимед күші ол ρ сұйықтікі, судікі бізде G көбейтілген көлем, дененің көлеміне тең. Тастың массасы белгісіз. Ол m тең ρ көбейтілген v-ға. Бұл тастың тығыздығы. Сондықтан F тарту тең болып тұр ρ тастікі v G алынған Архимедтің орнына формулясын жазамыз. ρ су G v. v G-ді жақшаның сыртына шарж болады. Сонда тарту күші тең болып тұр v көбейтілген G жақшаның ішінде тастың тығыздығы алынған судың тығыздығына. Жұмысын орнына апарып қоямыз. Сонда істелген жұмыс осы формуламен анықтауға болады. ρ G H ρ тастікі алынған ρ судікі. Енді сан мәнін есептейік. Істелген жұмыс тең болып тұр. Көлемі 0,6 көбейтілген G 10-ға G көбейтілген 5-ке 5 метр көтерді. 2,5 10-ның 3 дәрежесі алынған 10-ның 3 дәрежесі. Мұнда 6, 30 тең 30 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 1,5-ге. Немесе 4,5 10-ның 3 дәрежесі джоули. Сонда істеген жұмыс тең болып тұр 4,5 10-ның 3 дәрежесі джоулиға тең болып тұр. Үшінші есептің берілгені осы есептің шешу жолын қарастырайық. Осы есепте дене бір қалыпты қозғалады. Берілген V жылдамдық тұрақты көтеріліс кезінде. Ол массасы 400 кг денені альфа бұрыш 30 градусқа тең 2 метр биіктікке көтереді. Үйкеліс коэффициенті 0,3-ке тең. Осы кездегі істеген жұмысты анықтауымыз керек. Көлбеу бұрыш альфа дене. Осы денені F тартып 2 метр биіктікке көтереді. Денеге үйкеліс күші әсер етеді. F үйкеліс ауырлық күші әсер етеді. mg және реакция күші әсер етеді. Реакция күші мына жазықтыққа перпендикуляр бағытта. Арасындағы бұрыш альфаға тең болады. X осі жоғары қарай, Y осі бағытталған. Жұмысты анықтауымыз керек. Жұмыс бізде тең F көбейтілген S. S ол жүрген жол. Бұрыш альфа 0-ге тең арасындағы
бұрыш ол косинус 0 градус ол 1-ге тең болады. Ендігі денеге қандай күштер әсер етіп тұрғанын жазып шығайық. F тарту күші, егер векторлық түрде жазсақ, F үйкеліс күші, ауырлық күші mg, реакция күші тең 0-ге тең. Біздер x осымен қозғалысты қарастырамыз. Сонда F тарту күші, алынған үйкеліс күші қарама-қарсы бағытта минус F үйкеліс. mg-дің x осына проекциясын анықтайық. X осына. mg, егер y осына проекциясы, онда mg синус альфа, косинус альфа болады. Косинус альфа, y осында. А x осында проекциясы mg синус альфа тең болады. Осы үш бұрыштан. Қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы синус альфаны береді. Сонда mg синус альфа тең 0-ге тең болады. Осыдан F тарту тең mg синус альфа қосылған үйкеліс. Үйкеліс күші нью n-ға тең. N реакция күшіні y осымен қарастырамыз. Ол n тең mg, y осында проекциясы косинус альфа тең. Сонда тарту күші тең болып тұр mg синус альфа қосылған мю mg косинус альфа. Немесе mg-ді жақшаның сыртына шығарып жіберейік. mg сонда синус альфа қосылған мю косинус альфаға тең. Бізде S белгісіз. Ол 2 метр биіктікке көтерілген. H тең 2 метрге. Жүрген жол S 2 метр биіктікке көтеріліп тұр. Мына үш бұрышты қарастырайық. S ол H. Мына жердегі бұрыш альфа. H бөлінген S ол синус альфаға тең. Осыдан S тең H бөлінген синус альфаға. Жұмыстың формасына барып қойайық. F тең mgh синус альфа, жақшаның ішінде синус альфа қосылған мю косинус альфа. Ендігі синусты жақшаның ішіне кіргізіп жіберейік. Сонда mgh синусқа синусты бөлгенде 1 болады, плюс мю косинус бөлінген синус ол котангенус альфаға тең. Сонда істеген жұмыс тең болып тұр mgh 1 плюс мю котангенус альфа. Осыған сан мәнін қойып анықтаймыз. Сонда 1,2, оның 4 дәрежесі жолға тең жұмыс жасалынады. Төртінші есептің берілгені осы есептің шешу жолын қарастырайық. Бұл есепте екі пружина тізбектей жалғанған. Бірінші пружина дейік, және екінші пружина. Осыған бір F күшпен созады. Қатандылығы біріншісі К1, екіншісінкі К2. Бірінші пружина X1-ге созылады, екіншісі X2-ге созылады. Берілген К1 200 ньютон бөлінген метр, К2 қатандылығы 400 ньютон бөлінген метрге. X1
10 сантиметрге созылады. Немесе 0,1 метрге. Қандай жұмыс жасалатынын анықтауымыз керек. Бұл кезде бір F күші әсер етеді. F күші, ол F күші сол бірінші пружинада сондай күшпен F1 дейік, және екінші пружинада сондай күшпен әсер етеді. Бізде F тең ол K, X. K дегеніміз осы екі пружинның қатандылығы. F1, K1, X1-ге тең, F2, K2, X2-ге тең. Екі пружина жалпы X-ке созылады. Ол X1 мен X2-ның қосындысына тең. Бірінші теңдеуге әкеліп қойсақ F пен F1-ді. Онда біздер болады K X1 қосылған X2 тең K1 X1-ге тең. F1 мен F2 тең. Оны теңестіріп KX1, KX2, K2, X2. Осыдан X2-ні тауып алып, мына теңдеуге қойайық. X2 тең болып тұр X1, K1 бөлінген K2 қатынасына. Осы теңдеуге апарып қойайық. Онда K X1 қосылған X1, K1 бөлінген K2 тең K1 X1-ге. X1-ді жақшаның сыртына шығарып, қысқартып жіберейік. Сонда бізде K1 бөлінген K2 тең болып тұр K1-ге. Осыдан осы теңдеуден K-ны табайық. K тең болып тұр, сонда K1 мен K2-ның қатынасына. Немесе ортақ бөлім келтіріп, мұндай түрде жазу болады. K1, K2, K1, K2. Бұл екі пружинның жалпы қатандылығы. Істелген жұмыс Kx квадрат бөлінген 2-ге тең. Осыдан K-ны әкеліп қойайық. Сонда жұмыс тең болып тұр K1, K2, екі пружинның қатандылығының қосындысы көбейтілген x бөлінген 2-ге квадраты. Осы формуламен анықтайды. Сан мәнін анықтасақ, онда 200 көбейтілген 400-ге бөлінген 200 қосылған 400-ге көбейтілген 0,1 квадраты бөлінген 2-ге. Есептегенде 0,7 жаулға тең болады. Осы есеп осылай шығады.